Үйшік. Теремок. Орыс халық ертегісі. Бұл орманда болған оқиға еді. Ашық алаңқайда кіп-кішкентай есік үйшік тұрған. Бірде оны қасына жүгіріп өтіп бара жатқан тышқан көреді. Тышқан тоқтап: «Сеп-секімді кіп-кішкентай бұл үйшікте кім бар?» деп сұрайды. Ешкім жауап қайтармайды. Тышқан бос үйшікке кіріп, осында тұрып жатады. Біраз уақыттан кейін үйшіктің маңына секіріп бақа келеді. «Бақ, бақ, бақ, сүп-сүйкімді үйшік, бұл кімнің үйшігі бар?» «Мен тықырлауық тышқанмын, ал сен кімсің?» «Мен бақылдауық бақамын. Кел, бірге тұрайық». Бақа «бақ-бақ» деп бақылдап, үйшікке секіріп кіреді. Тышқан екеуі тіл табысып, бірге тұрады. Енді үйшік қасына атқып-атқып қоян жетеді. «Сүп-сүйкімді кіп-кішкентай бұл үйшікте кім бар?» деп сұрайды. «Мен тықырлауық тышқанмын. Мен бақ-бақ бақылдауық бақамын. Ал сен кімсің?» «Мен қорқақ қоянмын. Кел, бірге тұрайық». Қоян да үйшікке кіреді. Осылай үшеуі бірге өмір сүре бастайды. Алыстан бұл үйшікті түлкі көреді. Ақырын басып, жақын келіп, терезесін қағады да: «Сүп-сүйкімді кіп-кішкентай бұл үйшікте кім бар?» деп сұрайды. «Мен тықырлауық тышқанмын. Мен бақ-бақ бақылдауық бақамын. Мен қорқақ қоянмын. Ал сен кімсің?» Мен қу түлкімін. Кел, бірге тұрайық». Үйшіктен түлкіге де орын табылды. Достар енді төртеу болды. Үйшікке тілі салақтап, айналасына алақ-жұлақ қарап, қасқыр жетеді. Ол есікті қағып, қырылдаған даусымен: «Сүп-сүйкімді кіп-кішкентай бұл үйшікте кім бар?» деп сұрайды. «Мен тықылдауық тышқанмын. Мен бақ-бақ бақылдауық бақамын. Мен қорқақ қоянмын. Мен қу түлкімін. Ал сен кімсің?» деп. Мен сұр қасқырмын. Кел, бірге тұрайық». Қасқыр қысыла-қымтырыла ішке кіреді. Әйтсе де кіп-кішкентай үйшікке бесеу де сыйып кетеді. Барлық қосылып ән айтады. Тату-тәтті өмір сүреді. Бір күні жетек теріп жүрген аю үйшік тұрғындарының салған әнін естиді. Ол үйшікке жақын келіп, бар даусымен: «Сүп-сүйкімді кіп-кішкентай бұл үйшікте кім бар?» деп ақырады. «Мен тықырлауық тышқанмын. Мен бақ-бақ бақылдауық бақамын. Мен қорқақ қоянмын. Мен қу түлкімін. Ал мен болсам сұр қасқырмын. Ал сен кімсің?» «Мен қорбаңдаған аюмын. Кел, бірге тұрайық». Аю ары-бері тырбаңдап үйшікке кірмекші болады. Бірақ оның басы енгенмен денесі сыймайды. Амалы таусылған аю: «Ендеше мен үйшіктің шатырына шығып тұрайын» дейді. «Жоқ, сен дәусің. Сен кішкентай үйшігімізді көтере алмайды. Қиратасың ғой» деп шырылдайды іштегілер. «Қорықпаңдар, түк те болмайды» деп аю олардың сөздеріне құлақ аспайды. Кіп-кішкентай үйшіктің тұрғындары амалсыздан келіседі. Аю қорбаңдап үйшіктің төбесіне шығады. Сол-ақ екен, есік үйшік сықырлап, шашылып қалады. Тықырлауық тышқан, бақылдауық бақа, қорқақ қоян, қу түлкі, сұр қасқыр барлығы аман-есен үйшіктен шығып үлгереді. Аюға олар ренжімейді. Қайта барлығы бірігіп, бөренелерді тасып, тақтайларды сүргілеп, жаңа үйшік тұрғызуға кірісіп кетеді.
Осылайша достар өздеріне әп-әдемі жап-жаңа үйшік соғып алыпты.